Саламатсыздар ма? Группа 24-1 группасы апай бүгінгі біздің подкастымыздың басты тақырыбы рух, сана және де тіл. Бүгінгі біздің подкастымыздың басты рөлдерінде мен Кәрім Жәңгір, Амирхан Мансур, Сағынбай Ержан, Батырбек Амантай. Өзі не болғаны үш-ақ сөз, бірақ былай айтқанда мәндері өте терең, былай айтсақ терең өте сөздердің бірі болады. Біз оны былай айтқанда біз оны өзара әңгіме қыламыз ғой, бірақ оны андай ресми түрде баяндаудан гөрі әңгіме қылайық. Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл сана, тіл және рух. Бұл жай ғана үш сөз болғанымен, бірақ мәні терең. Бәріміз студентпіз, сол үшін ресми баяндамадан гөрі өзара әңгіме қылып айтайық. Дұрыс айтасың, Ержан. Әйтпесе біздің подкастымыз көбінесе подкаст емес, лекция сияқты. Сондықтан бірінші тақырыпты алсақ, мысалы бірінші тақырыпты ала көрсек, санаң бір. Ең алдымен сана жағынан жалпы студенттің санасы қай кезде ашылады деп ойлайсыздар? Лекцияның алдында, ойбай, сессия кезінде ашылады. Бірақ бір күнде андай үш апталық материалдың бәрін жазып қойсың ғой, қиналып тұрып ше, түнде. Қиналып, бір жерін терлетіп. Бірақ сіз айтасың, негізі сана ол емтихан алдында дайындау керек, сол ойлау қабілетіміз, жауапкершілігіміз. Сана адам кез келген нәрсеге ретімен қарайды. Постепенно. Мысалы, сен өз ісіңде, өз сөзіңде ойламай айтсаң, кейін өкінесің. Сондықтан саналы болу адамға берілген ең үлкен қасиет деп өзім түсінемін. Мысалы, әсіресе біз сияқты жастарға, өйткені біз елдің болашағын құрайтын біздің сана деңгейіміз. Енді рух деген негізі қалай түсінесіңдер? Рух деген не? Рух ол ішкі күш ретінде түсінемін. Ішкі күш. Ол мысалы оны былай алғанда намысты жігер или қиындыққа берілмей алға ұмтылу. Солай түсінемін мен. Дұрыс. Рух ол шынында да ішкі күш. Студент болған соң қалай қиындықты кейде степенге шегерді, кейде жақында болмай қалады. Мысалы, мен өзімнен басымнан өткен жағдайда айтсам, сонда рухың мықты болмаса сен бәрін тастап кетесің. Ал енді кешірім сұрайын жігіттер, сіздерге сұрақ. Рух деген ол адамға сырттай келе ма, іштен шыға ма? Кейде мысалы біз рухты тек үлкен істерде көреміз, мысалы күнделікті бір ұсақ-түйек істерде көреміз деген сияқты. Мысалы бір емтиханға бір кешігіп жатқанда сол адалдықты таңдайсың да, бұл да бір рухтың белгісі деп есептеймін да, мысалы. Сұрақ қойдың Бірау іштен шыға ма? Іштен бе, сырттан ба? Ол рух іштен де сырттан да келеді. Мысалы, саған біреу сырттан рух беруі мүмкін. Сен рухың беруі мүмкін. Ал сен кейде өзің ойланасың, сен өзің рухың ойланады. Сондай. Менің ойымша рух іштен де сырттан да келеді. Екі жақтан да қалып. Әдем. Енді тілге көшсек. Тіл ең бастысы, осы ең маңызды қазіргі кезімізде ол тіл. Тіл не? Мимен байланысты, ал қазіргі заманда ер адамның, енді ойы бар адамның қазір жұдырығы ол ми. Ми болса тілмен байланысты. Ал енді тіл, ол айтқанда біздің халықтың жаны, қазақ тілі болмаса бізде қазақта деп өзімізді атай алмаймыз. Сол үшін енді тіл жайлы не айтасың? Тіл деген несі? Қазір тіл жайлы қарастырсақ, қазіргі жастардың көбі қазақшаға орысша қосып сөйлейді. Шала қазақ болады. Кейде бір сөйлем ішінде үш тіл араласып сөйлесіп. Осы жерде орысша сленгтер бар, жаңадан айтқанда былай сленг запад дейді ғой, западқа сәл еліктеп олардың сөздерін қосамыз. ағылшыншаға, орысшаға қосып араласып сөйлесіп.
сол бірақ ең бастысы осы өзім ойымша қазақ тілін былай айтқанда сақтау ол біздің міндетіміз. Өйткені ана тілімізді қадірлемесек, оны кім қадірлейді бізден басқа? иә дұрыс. қазақ тілі біз тарихымызды, мәдениетімізді, руханиятымызды көрсетеді. Тіл ол халықтың айнасы дейді. Ән жыр мақал мәтелдер бәрі тіл арқылы жетеді бізге, атадан балаға мұра қалдырған. Сондықтан тілді сақтауымыз керек. Тілі жоқ халық халық емес Иә. дейді ғой және ол тіл тек сөйлеу ғана емес, жазуға да мәдениетті сақтай білуіміз керек. Мысалға біреулер болады орыс тілін араластырып қаріптерді жазбай, оның орнына керісінше орыс тілін WhatsApp-та да, иә, WhatsApp интернет жазғанда. желісінде де сондай болады. сонымен жатыр сол мақсат. сол үшеуінің бәрі тоқымай келсе мысалы менің ойымша сана бізге ой береді және дұрыс жолды көрсетеді да менің ойымша. Рух деген ол бізге былай айтқанда қиындыққа берілмеу. Ал тіл ұлтты сақтайды және болашақты жалғайды. Үшеуі ғана. Үшеуі бірге болғанда ғана біз өзіміз мықты ел бола аламыз. Соны айтқым келді. Ал енді біздің былай айтқанда қысқа, кішігірім, қарапайым подкастымызды көргендеріңіз үшін барша мыңдаған рахмет. Сіздермен болған 24-11 группасы Кәрім Жәңгір, Әмірхан Мансұр, Сағынбай Ержан, Батырбек Батырбек Амантай және Жылкибаев. Сау болыңыздар.